Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa ashabika ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa ma ba'd. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli bауырлар. Sahabalar dal biz sekildi ne? Осындай адамдар еді, момын мұсылмандар. Сол сахабалардың бірі, міне дін исламда өте аты шыққан, үмбетке көп пайдасын көбірек тигізетін сахабалардың бірі Анас ибн Малик деген сахаба жайында өтеміз бүгін дәрісімізде иншалла. Бұл сахаба аңсарлық сахаба. Білесіздер, мұхажир сахабалар бар, және қандай сахаба бар? Аңсар бар. Мұхажир деген кім? Мұхажир деген Меккеден Аллах үшін осында емін-еркін намазды оқу үшін көшіп кеткен кісілер. Қайда көшіп кетті олар? Мединеге көшіп барды. Сондай адамдарды хижрет жасалынған кісілер деп айтылады. Яғни мұхажир. Енді аңсар деген сахабалар бар. Олар кімдер? Ол мәдиналық сахабалар. Насрун деген сөз араб тілінде көмектесуші деген сөз. Яғни сол көшіп келген сахабаларға көмектесіп, нанын бөлісіп жеп, үйінің бір бөлмесін беріп, оларға көмек көрсеткен сахабалар аңсарлар. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде екеуіне де разы болған жайында Құранда аят бар. Мұхажирлер мен аңсарларға радиаллаху анхум. Алла оларға разы болды деген Құранда аят бар. Міне сол Алла разы болған аңсарлардың бірі ол кім? Анас ибн Малик деген сахаба. Пайғамбар алейхиссалам Алланың қалауымен, Алланың әмірімен Меккеден Мединеге көшіп барды. Сол кезде Анас ибн Малик деген жаңағы сахаба жасы 10-да болған еді дейді. Қаншада болған? Жасы 10-да болған. Жасы 10-да болған. Енді Анас ибн Малик радиаллаху анхудың өзінің айтып берген сөздері бар. Айтады, соған дейін пайғамбар алейхиссалам жайында біздерге көп мағлұмат жеткені соншалық, біз қашан көзімізбен көреміз сол кісіні деп сол күнді қатты күттік дейді. 10 жасар бала айтып жатыр. Енді мамандардың айтуынша, шын керек біздер көбінесе қазір балаларымызға Қабанбайды көп айтамыз, Абай Құнанбаевты көп айтамыз, ондай болған, мұндай болған, керемет батыр болған, жазушы ақын болған деп. Балаларымыз мектепте де оны жаттап, өлеңдерін жаттап, қазір Абай деген кім десеңіз, бәрі айтып береді балаларымыз. Қабанбай, Бөгенбай кім десеңіз, балаларымыз айтып жатыр. Білгенінше. Бірақ мамандардың айтуынша дұрыс, өткен адамдарды еске алып ол танысу деген бар. Бірақ тірі жүрген адамдарды көбірек айту керек екен балаларға дейді. Яғни біздің балаларымыз қазір күндегі муфтиді көп айту керек балаға. Біздің балаларымыз 10 жастағы бала Қаскелеңге муфти хазірет келеді екен десе, біздің балаларымыз соны аңсап жүру керек. Сол муфтимен кездессем ғой бір. Міне осындай Астанада Садуақас деген қари ағамыз бар. Танисыздар ма ол кісіні? Міне Ораз ағаның, Қажекеңнің туған ағасы. Міне Қазақстандағы тәуелсіздік алған кездегі ең алғашқы қарилардың бірі сол Садуақас қари. Біле білген адамға. Былай шыққан кезде сондай ұлағатты өнеге алатын адамдарды мамандардың айтып жатқан жерде балаларға көп айту керек екен. Балалар оны көзімен көрмей тұрып, құлақпен көп есту керек екен. Қазір Абай атамыз барып көрсетейін десе, ол кісі өмірде өтіп кеткен. Бірақ балалар оның тек кітап күйінде қалып жатыр оның баршасы дейді. Бірақ көрейін десе кездестіре алмаймыз. Ал тірі жүрген қаншама тұлға адамдар бар ғой. Мына Анас ибн Малик айтады, біз ауылда балалар болып дейді, ойнап жүрген кезде де құлағымыз елеңдеп тұратын Меккеге қарай дейді. Ол жақта Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбардың шыққаны жайында көп естідік дейді. Оны айтып отырған анасы екен. Шыны керек қазір күнде көпшілік адамдар мынау жесір кісілерге көмектескісі келеді. Жесір адамдарға. Жесір әйел адам тағдырдың тәлкегіне түсіп қалып, күйеуі өмірден өтіп кетіп, адамдар жесір қалып жатқандар бар. Немесе сол сынаққа шыдай алмастан қолдан әйелдерін жесір қылып жатқан азаматтар бар. Күйеуі тірі, бірақ әйел жесір болып кетті. Неге шариғат бойынша жесір әйел деген сөздің мағынасы күйеуі қайтыс болып кеткен болу керек. Жетім да сол.
әкесі қайтыс болған адамды шариғатта жетім бала деп айтады, балиғатқа толғанша. Қазір қарасақ, біздің күнімізде тірі жетімдер бар, яғни әкесі тірі деген сөз ғой, және тірі жесірлер бар. Күйеуі тірі, ол өлмеген, тірі, бірақ айырылысып кеткен. Мына Анас ибн Малик, бұл кісі жетім өскен бала, анасы жесір қалған, әкесінен айырылып, анасының. Бірақ сол кішкентай балаға ұлағатты сондай адамдарды көп айтатын адам болған анасы. Яғни баласына көп айта берген соншалықты 10 жасар бала пайғамбарға деген махаббат ерекше болған. Ойнап жүріп, сол Мединенің балалары көп әңгіме қылады екен өзара. Осында Мұхаммед туралы мамам айтып жатыр маған, ондай адам екен, мұндай екен, келеді екен жақында біздің елімізге, естіп жатырмыз деп, балалар ойнап жүріп, құлақтары елеңдеп, соны күтіп жүретін балалардың бірі мен едім дейді. Кім? Анас ибн Малик радиаллаху анху. Күндердің күнінде адамдар шулап дауыстарын көтере бастады дейді. Ауылда не болды десек, сол біз күткен пайғамбар келе жатыр деп, ауылдағы адамдардың бәрі дауыстарын көтеріп, қуанған дауыстарды естідім дейді. Мына кісі айтады. Қарасам, менің анашым дейді, үйге кіріп алып, бірдеңе іздеп жүр дейді. Мен жанында еріп жүрген 10 жасар баласым дейді, мына кісі, Анас ибн Малик. Сонымен анама, ана не іздеп жатсыз дегенім, сол кезде бар мені сол кезде бар көрді дейді. Оғашы мені көрмейді дейді, жанында жүрмін бірақ еріп дейді. Мені көрді де, мен сөйлегеннен кейін бар, маған мән берді, қолымнан ұстап далаға мені жетектеп алып шықты дейді, көшеге. Қарасақ, адамдардың бәрі екі адам келе жатыр дейді, түйемен. Ол кім еді? Мұхаммед алейхиссаламмен досы Абу Бакр Сиддық радиаллаху анху. Екеу келе жатыр. Енді оны көрмеген адамдар ғой бәршасы. Бәрі бір-біріне қарап, қайсысы пайғамбар екеуінің қайсысы деп бәрі шулап жатыр дейді. Yani tanитындар бар ма екеуінің? Қайсысы пайғамбар екеуінің? Сол кезде менің анамда елеңдеп тұрды дейді. Қарасақ көрші адамдар әр үйдің жанына келген кезде пайғамбарды тоқтатып, сый сияпаттарын беріп, я Расулалла, мынау біздің отбасымыздың атынан қабыл алыңыз. Қош келдіңіз біздің қалаға деп сыйлықтарын беріп жатыр дейді. Бірақ біздің үйдің тұсына келген кезде менің анашым дейді, пайғамбар алейхиссаламға сәлем берді де былай деп айтты дейді. Я Расулалла, мына біздің ауылдағы адамдар шама шарқылар келгенше сыйлық беріп нетіп жатыр, оны қабыл болсын. Бірақ айып етпеңіз, менің үйімде қолыма еш нәрсе ілінбеді дейді. Анда бір нәрсе болса мен сізге берейін деп ниет еткен едім, үйде еш нәрсе қолыма ілінбеді дейді. Бұл ілінетін нәрсе болса алып шығайын деген едім дейді. Бірақ мына 10 жасар балам бар деді, осыны қабыл алыңыз менен деді. Деп пайғамбар алейхиссаламға сол жерде баласын соның қызметіне береді. Я Расулалла, жоқ деп айтпаңыз, өтініш, осы баламды мен сізге беремін деді. Сіздің тәрбиеңізде болса екен. Өйткені бала әкесі өсіп жатыр, мен осы баламды сізге ниет еткенем, я Расулалла қабыл алыңыз деп. Сол кезде пайғамбар алейхиссаламды жаңа Анас ибн Малик айтады, ең алғаш мен сол кезде пайғамбарды көрдім дейді. Сол кезде көрген айтады, Анас ибн Малик айтады, тіпті өмір бойы сол пайғамбар алейхиссаламды өмір бойы 2 күн уағыз айтатын болған Анас ибн Малик. Бірінші күні пайғамбарды көргендігін айтып беретін болған адамдар жинап алып, сахабаларға, табиғиндарға. Екінші күні пайғамбардың өмірден өткенде осы көрген. Екінші күні жылатып соны айтып беретін болған. Өте ауыр күн болғандығын айтқан. Расулалланың ортадан кеткенін Анас ибн Малик жанында болған. Соны міне енді мамандардың айтуынша, бауырлар, балаңызға тәрбие беруге шамаңыз келмесе, балаңды маманға бер деп жатыр мына жерде дейді. Кімге беру керек екен баланы? Маманға беру керек. Кәдімгідей тәрбиелейтін, өзіңіз тәрбие бере алмайсыз ба, балаңызды медресеге беріңіз дейді. Баланы беру керек екен. Өйткені сол кезеңде Анас ибн Маликтің анасы, міне баласын кімге берді? Ұстазға берді. Бірақ сол кезде сыйлық берген сахабаларды мен де танымаймын, сіз де танымайсыз. Бірақ Анас ибн Маликті қияметке шейін бүткіл үмбет танитындай адам болып шықты. Не айтып жатыр мына жерде? Яғни баласын ұстазға берген ана озды ана жерде. Бәрінен озып кетті сол кісі. Өзі жесір еді. Ол кісінің үйінде дүниесі болмағанда ол кісіге хайыр болды, баласын беріп жіберді орнына.
Бірақ басқа адамдар баласын емес, дүниені берді, Расул саллаллаху алейхи сыйлықтарды берді. Бірақ уақыт қалды келген кезде олар бәрі елеусіз қалып кетті тарихта дейді. Олар да өмірден өтті, аналар да өтті өмірден. Міне Мәліктің баласы, анасы деген кішкентай бала қияметке шейін сол Мәлік деген әкесінің атын әлемге таныстырып жіберді. Анасы Мәлік сол сәттен бастап пайғамбар алейхиссалам тәрбиесінде болғанын айтты. Расул алейхиссалам анасы ибн Мәлікке әрбір мәселеде оған соның жолдарын үйретіп отыратын еді дейді. Мынандай жерде былай деп айт, мынандай жерде былай деп айт, я Унайс деп айтады, кейде Анас деп айтатын. Унайс деген сөз, әй балақай ботам деген сөз. Ал жаңағы анасы жесір қап кеткен анасының аты Ғумайса деген кісі. Біліп жүрейік бауырлар. Ғумайса деген бұл анасы Мәліктің анасы. Жесір қап кеткен әйел, бірақ көп адамдардың ойына келмейтін нәрсені істеп кеткен әйел адам. Баласын кімге берді ол кісі? Ұстазға берді баласын. Енді ұстазға ол келгеннен кейін пайғамбар алейхиссаламның анасы Мәлік айтады, 10 жыл қызметінде болдым дейді. Расул алейхиссалам Мединеге келген кезде анасының жасы қаншада еді? Жасы 10 жастағы бала еді. Пайғамбар өмірден өткен кезде ол кісінің жасы қаншада? 20-дағы бала. Сол 10 жылдың ішінде жаңағыдай ұлағатты ұстаздан көп нәрсе үйренген соншалықты бұл тарихта қалатын сахаба айналып кетті. Жаңа айтқан сол, балаға тәрбие беруге өзіңіз шамаңыз келмесе, имамға беріңіз. Баланы үйрету керек ұстазға. Барып кел, сабағыңа барып кел, Құранға барып кел, неңе барып кел. Міне баланы жас, қазақ сөйтіп айтқан, баланы жасынан, әйелді басынан деген сөз бар. Баланы жас кезінен бастау керек екен. Спортқа да баланы 25 жаста бермейсің ғой енді. Қанша жас кезде берсең баланы спортқа, ол болашақта мықты спортсмен болып шығады. Өйткені кішкентай кезінен алып кеткен бала ғой. Сол секілді бауырлар, мынау баланың тәрбиесі бұл жай нәрсе емес. Бұл баланың тәрбиесін егер біздер тәрбиелемесек, онда қоғам баламызды тәрбиелейтін болады. Ол бала ертең болашақта мүлдем басқа бала болып тәрбиеленеді. Міне сол себепті Ғумайса деген жаңағы радиаллаху анха сахаба әйелдің істегенін қайтып соны істейік дейді ғұламалар айтады. Қайтып соны істейік. Ол өзі соны бере алмаса да, бере алатын адамға не істеді оны? Баласын берді. Пайғамбар алейхиссаламның 10 жыл қызмет қылғанын айтады анасы Мәлік. Расул алейхиссалам дейді, бір нәрсені дұрыс емес істеп қойсам, мына нәрсе не үшін дұрыс емес істедің деп айтқан емес маған дейді. Бәлкім соның дұрыс емес істелінгендігін пайғамбар алейхиссалам былай амалмен көрсете беретін еді дейді. Оны қазір психологтар былай айтып жатыр. Мысалға көп ата-аналар балаларының проблемаға түсіп қалған кезде оны ұрсады дейді. Құлағын бұрап, ұрып кей адамдар. Тыныш жүрмейсің ба деп ұрсып, баланы мияға сырып қояды да проблеманы өздері шеше бастайды дейді. Міне пайғамбар алейхиссаламның істеп кеткенін психологтар оны теориямен айтып жатыр. Ол дұрыс емес дейді психологтар. Кейін ата-аналар сұрақ қойып отыр психологтарға. Онда не істеу керек десе, дұрыс жауабы балаға проблеманы өзін шешкізіп үйрету керек дейді. Яғни мына жерде сен қателесіп қалдың, мына жер дұрыс емес негізінде. Сен былай істейін сол нәрсені. Былай істесең, шығатын жол былай болады. Де бала өзі сол қиналып солдан қайттан проблемадан өзі шықсын дейді. Сол кезде бала болашақта ондай проблемаға түскен кезде де одан шығатын жолын біледі дейді. Ал көп ата-аналар не істеп жатыр оны? Сырып қойып өздері шешіп тастайды сол проблеманы. Бала оны сезінбейді бәрібір. Ой, әкем аман болсын, әкем шешті проблеманы дейді. Дейді да бала екінші проблемаға ұрына бастайды мына жақта. Өйткені өзі ол нәрсені не істемеді? Сезін алмады, ол проблемадан шығатын жолды өзі көрген жоқ. Анасы ибн Мәлікке пайғамбар алейхиссалам бір нәрсені дұрыс істеп қойған болса, неге солай істеді деп айтпайды екен? Бәлкім пайғамбар алейхиссалам анасы ибн Мәлікке жолын үйретіп отыратын еді дейді. Әй бота, әй балақай, я Унайс деген сөз, әй анасының кішкентай ол. Мысалға, Харир деген мысық. Хурайра десе мысықтың баласы болады. Абу Хурайра деген сахаба бар ғой. Ана кішкентай мысықтың баласын көтеріп жүргендіктен кішкентай мысықтың әкесі деп аталып кеткен да ол кісінің лақабы. Сол үшін Унайс деп пайғамбар еркелететін болған жаңағы кішкентай баланы, ол анасының кішкентай версиясы ол, Унайс деген сөз. Ей балақай деп оны еркелетіп, пайғамбар алейхиссалам оның жолдарын үйрететін еді дейді. Міне осылай Анас ибн Мәлік радиаллаху анхудың
көкірегі оянып, көптеген мәселелерді осылай шешуге ол үйрене бастады дейді. Тіпті Пайғамбар айтады: "Я бунайя, ин қадарта тусбиха ва тумсия, ва лайса фи қалбика ғишшун ли ахадин фафал." Расул айтады: "Ей балақай, саған айтарым, егер шаман келіп жатса, таңды аттырған кезде де, күнді батырып кеш болған кезде де, шаман келсе, жүрегіңде біреуге деген өшпенділік, ренжу, кек сақтап қалу деген нәрсенің бәрін жүрегіңнен шығарып таста, қолыңнан келсе оларды кешіре сал, сөйтіп мына жүректі ондай жаман нәрсемен толтырма" деп мен осылай үйрететін Расулалла дейді. Кім айтып жатыр бұл нәрселерді? Анас ибн Малик. Сол кішкентай кезінен бастап Анас ибн Малик айтады: "Осы жүрегімде кейін оны нәрсені сақтамайтын адам болдым мен" дейді. Мысалы, біреумен ренжісіп қалса, таңертең ренжісіп қалса, сол күн кешке оны кешіріп жібереді екен. Өйткені пайғамбар оны сөйтіп үйретті ғой. Сен жүрегіңде біреуге ренжіп қалу, ашуланып, тағы басқа кек сақтау деген бәрін шығарып таста жүрегіңнен. Ол жақсы нәрсе емес. Деп осы нәрсені үйретеді. "Я бунайя, инна залика мин суннати, ва ман ахияха суннати, фақад ахаббани." Және балақай, мен тыңда деді. Дәл солай жүрегіңді таңертең кешке тазалап жүретін болсаң деді Пайғамбар алейхиссалам, онда бұл менің сүннетім деп айтты дейді Пайғамбар алейхиссалам. Расулалланың сүннеті екен, бауырлар. Расулалланың сүннетіне қойып сақал қойдық па? Расулалланың сүннетіне қарай әдемі себін жүрдік па? Мынау кешірімді болды, кімнің жолы екен бұл? Бұл Расулалланың сүннеті екен. Ал кімде-кім менің сүннетімді тірілтетін болса дейді Пайғамбар алейхиссалам айтты дейді Анас ибн Малик, фақад ахаббани. Ақиқатында сол мені жақсы көретін адам екен деп айтты дейді Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам. Міне пайғамбарды жақсы көретінімізді сүннетке ілесу арқылы болатынын айтты. "Ва ман ахаббани кана маи фил джаннати." Және былай деп айтты: "Ал кім мен жақсы көретін болса" дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, "сөзсіз ол адам менімен бірге жәннатта бірге болады" деп айтты дейді. Яғни Расулалламен жәннатта бірге болуым нәсіп етсін иншалла. Ол үшін Анас ибн Маликке айтып кеткені, ол бәрімізге айтып кеткені. Сол 10 жасар бала соны есінде қалып кеткен, соны риуаят қылып жеткізген кейін. Расулалла маған сөйтіп айтқан еді деп. "Я бунайя, иза дахалта аля халика фасаллим якун баракатан алейка ва аля ахли байтика." Ай балақай, есінде болсын, үйге кірген кезде үйге сәлем беріп кіргін деді. "Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат" деп үйге балаларға үйретіп қою керек екен. Расулалла 10 жасар балаға осыны үйретіп қойған. Кейін сұрадым дейді, солай істесем не болады деген кезде, біл, кімде-кім өзінің үйіне, әхіліне сәлем беріп кіретін болса деді, Алла Тағала сол отбасыға, соның өзіне Алланың берекеті жауап тұрады деді. Міне отбасымыздың берекеті бұл Алланың сәлемінде тұр екен. Бұл да сүннет амал. Міне осыны Анас ибн Малик осының бәрін есінде сақтап, Пайғамбар алейхиссаламның жанында 10 жыл қызметінде болды дейді. Неше жыл қызметінде болды? 10 жыл қызметінде болыпты. Тіпті Расул алейхиссалам өмірден өтіп кеткен кезде жаңағы жігіттің жасы қаншада еді? 20-да болды. Енді 20-да болған жігіт ары қарай және 83 жыл өмір сүрген. Сонда жасы қаншада болды жалпы? 103 жыл өмір сүрген адам. Сол 83 жыл өмірінде дейді Анас ибн Малик айтады. Сол Пайғамбар алейхиссаламнан алған 10 жылдық азығымды дейді, солар адамдарға таратумен соның қызметте болдым дейді. Қараңыз. Енді жаңа жоғарыда айттық. Көпшілігіміз жаңағыдай балаларымыз қалып қоймасын, қоғамнан қалып кетпесін, үйренсін, жақсы үйренсін. Бірақ жаңағы жесір Ғумайса деген сахаба әйелдің тіпті соны істейтін болсақ, біздің балаларымыз өмір бойына азық сол екен. Мына Құнанбай атамыздың сөзі бар ғой. Абай баласын мына медресеге білім алсын деп бердім, шең тағып атақ алсын деп берген жоқ деген сөздері бар Құнанбайдың. Негізі Құнанбайды әлемге танытқан баласы Абай сол. Егер Құнанбай атамыз Абай баласын медресеге оқытпағанда, оны ешкім танымайтын еді. Қазір мен де жақсы танимын Абай Құнанбаевты, сіз де жақсы танисыз, сіздің балаңыз да жақсы таниды. Бірақ дәл сол Құнанбай қажының жанында көп достары болған, небір жақсы адамдар, билер болған. Бірақ олар да Құнанбай секілді баласын медресеге оқытпағандықтан, олар да сіз де танымайсыз, мен де танымаймын. Небір көсендір өмір сүрген. Бұл жерден Құнанбай жеңді ма, жеңілді ма жанындағылардан? Жеңді ғой. Міне қияметке шейін Құнанбайдың аты атала береді енді. Абайдың әкесі Құнанбай.
Дәл сол секілді Анас ибн Маликтің анасының есімі кім? Ғумайса. Әкесінің аты кім? Мәлік. Мәліктің баласы Анас. Сол 10 жылдық алған білімін Пайғамбар алейхиссаламның ары қарай 83 жыл бойы ата-анасының атына ешқашан кір келтірген емес, бәлкім үмметке пайдасы тиетін сондай білімді сахаба болған мына кісі. Енді біздің қазір қоғамдағы біздің санамызбен қарайтын болсақ, 10 жыл баламды медресеге беріп, балам несінен қалып қояды деп ойлайсыз? Өзінің қатарынан қалып қояды екен. Алды, үй соғып, көлік алып алса, біздің балаларымыз әлі ала алмай жүрген болып есептелінеді екен. Бірақ олай емес екен. Бәлкім сол ұлағатты ұстаздан білім алса бала, ол бәріне озатын сол бала болады екен. Қазақ бүйтіп айтқан ғой, асық ойнаған не дейді? Доп ойнаған, бірақ білім алған озат дейді. Білім алған озат. Сол білім алған, ықыласына разы болған Пайғамбар алейхиссалам былай деп дұға қылған: Аллахумма рзуху малан ва валадан ва барик лаху. Расул алейхиссалам сол Анас ибн Маликтің сол қызметіне разы болып, әрдайым мына дұғаны айтып отыратын еді оған: Аллахым, осы кішкентай балаға ризық несібесін мол етіп берші осыған. Және осы баланың ұрпақтарын көп етіп берші сен. Ва барик лаху. Бүткіл берекет деген нығметіңді осыған жаудырып жібере берші осыған. Деп Расул алейхиссалам сол шәкіртіне, жаңағы балаға көп дұға жасайтын еді. Қазақ осыдан алған. Үлкен кісілерден, ақсақалдардан ақша алма бата ал дейді. Батамен ел көгереді дейді. Сол Пайғамбар алейхиссаламның батасын ала беріп, Анас ибн Малик радиаллаху анху шынымен сол Мединедегі өте бай адамдардың бірі осы болған. Бай сахабалар. Қараңыз. Адамгершілігі мол, ұстазды несін әдебін алған, ананы құрмет қылуды, отанды қалай сүю керек, Аллаға қалай құлшылық керек, бәрін кімнен үйренді бұның бәрін? Ұстазға үйренді. Сол бала қалып қойды ма, қалып қоймады ма өзінің қатарынан? Жоқ, қалып қойған жоқ, ол озып кетті. Қай жағынан? Дүние жағынан. Енді үйленбей жүріп қалды ғой, енді баламыз 10 жыл медресе оқыса, ол қаша үйленеді? Өзінің қатары үйленіп алды, арты кішкентай болып жатыр. Дейтін болсақ та, Анас ибн Малик айтады, Пайғамбар дұғасында айтты ғой, ұстаздың батасын алған бала көгереді екі өмірде де. Малына, дүниесіне берекет беруін сұрады, және одан несін сұрады? Ұрпағының көп болуын сұрады ғой. Сол Анас ибн Малик радиаллаху анху бірнеше әйел алып, балаларының санын көбейтіп, көзінің тірісінде қажылыққа барған бала шағасының бәрін жинап, 300 адам болып барғанын айтқан. Неше адам болып барған? 300 адам болып бардық дейді. Ойлаңызшы. Бірнеше әйелімен, одан тараған балалары, оның балаларына да бірнеше әйелдерді алғызған, оның да ұрпақтарын көбейтіп, басында Анас ибн Малик тұр. Қараңыз. Не деген әке мынау? Енді уақытысында қалып қойды деген бала мынау ма? Жоқ, бұл қалып қойған жоқ ешкіммен. Көзінің тірісінде қажылыққа барған осы сахаба. Неше адаммен барыпты? 300 адаммен барыпты. Қазір адам компаниялар 300 адам толтыра алмай жатыр қажылыққа баруға. Бірақ мұнан өзі бір компанияны толтырып бір өзі алып қоя салды да. Бәрін өзі бұрын жасай салды. Біз өзіміз барамыз деді. Қараңыз. Бауырлар, бұл ненің нәтижесі дейді ме ғұламалар? Бұл жаңа Ғумайса деген анасы радиаллаху анха жесір әйел болса да баласының несіне мән берді дейді, болашағына. Қарап отырсақ дейді, демек бақыттың кілті ол баланы оқытуда екен дейді. Неде екен бақыт? Балаға білім беруде тұр екен. Қазір көпшілігіміз баланың бақытты болуын әрине ойлаймыз, бірақ әркім өз бетінше ізденіп жатыр қазір. Біз жаңа жоғарыда айтып кеттік қой. Кейде Пайғамбар алейхиссаламның өмірбаяны айтылған кезде, енді ол пайғамбар ғой, енді ол. Алланың елшісі оған уахи тіке түсіп тұр ғой, енді періштені көріп тұр ғой деп сылтау іздейміз дейді. Сахабалар ше. Міне Пайғамбар алейхиссалам хадисі бар: "Алейкум сүннати ва сүнната хулафа рашидин." Менің сүннетіме және менің сахабаларым, артында халиф болған сахабаларымның сүннетімен жүріңдер деген хадис бар. Аспандағы ай болса менмін, ал жанындағы жұлдыздар менің сахабаларым. Менің сахабаларым жолын ұстаныңыздар, адаспайсыздар деген хадистер бар. Міне Анас ибн Маликтің Ғумайса деген анасы
баланың қалай бақытқа жеткізудің жолын жасап беріп кеткен екен. Осы жүйе, осы қияметке шейін тек қана осыны кім ұстанса қазір осы жолда, ол тек қана бақытты ата-ана болады. Баласызда не болады оның? Бақытты болады. Жоқ, қазір 21 ғасыр, қазір мүлдем басқа заман. Мен баламды басқаша тәрбиелеймін десеңіз, тәрбиелей беріңіз. Бәрібір де жаңа Ғумайса деген жесір әйелдің істегенде бәрі істей алмаған болып есептелінесіз. Өйткені жаңа айттық. Солардың жанында жүрген сахабалар да болды. Жаңа Құнанбай қажының жанында көптеген кісілер болды. Небір көсем адамдар болды. Бірақ олар тарихта қалып қойғанымен аты жөндері болуы мүмкін архивте. Бірақ бәрібір де бүткіл ел халық олар танымайды. Мысалы, Құнанбайдың ғасырында тек қана Құнанбай деген бір адам өмір сүрмеген ғой, өрде қаншама адамдар болды ғой. Жоқ қой, ешқайсысын ешкім танымаймыз ғой. Құнанбай таныстырған кім бізге? Баласы Абай. Әкесі баласын медресеге беріп оқытты, Абай сондай тұлға болып шықты. Тақуа, Құдайдан қорқатын, керемет білім болып шықты. Дәл сол секілді Ғумайса деген жаңа жесір әйел адам баласын ұстазға берді, Расулаллаға. Пайғамбар алейхиссалам алдында білім алып шыққан баласы тек қана өзін емес, өзінің анасы Ғумайса деген атты біз қазір ауылымызға айтып жаттап алдық. Ғумайса деген сахаба болған екен ғой деп. Мәлик деген әкесі, өмірде өтіп кеткен әкесінің өтін, есімін қияметке дейін қалдырған бала болды. Ол кім? Анас ибн Малик. Және Анас ибн Малик радиаллаху анху мынау Пайғамбар алейхиссаламның өзінің сахабалары болған. Нені көп жеткізген хадистерді. Мысалы айтатын болсақ, бұл Анас ибн Малик үшінші деңгейде тұрған сахаба, хадис жеткізу жағынан. Мысалы алғашқы екеуі мына кімдер бұлар? Абу Хурайра мен Абдулла ибн Омар. Осы екі сахабадан көп хадис жеткен. Алғаш осы екеуі негізінде. Енді үшінші кім десе Анас ибн Малик екен. Пайғамбар алейхиссаламнан мыңдаған хадистер жетіп келді қазір күнге шейін. Соны көп риуаят қылып жеткізген үштіктің үшіншісі кім екен ол? Анас ибн Малик екен. Қазір ол хадисті біз де оқып жатырмыз. Ертең Алла берсе біздің балаларымыз да оқиды. Соның басында кім тұр? Анас ибн Малик тұр. Анас ибн Маликтің сондай сауапқа ие болып жатқанына оның басындағы анасы Ғумайса тұр. Өйткені баласын шынымен өзінің қызметіне керек еді. Бауырлар, мынау шайтан ибlis өз нәпсі мынау кейде сондай жеген кезде адамда не бір ой салады. Дұрыс қой, балаңды оқыту жақсы нәрсе ғой, бірақ өзіңе керек қой бұл балаң сенің. Өзің мұқтажсың ғой осының қызметіне. Ертірақ балаңды үйлендіріп, аяққа тұрғызда, қол аяғыңды ыстық суға малып, келін жұмсап отырмайсың ба деп, баланы сондан қайтаратын шайтан ибlis болады. Қараңыз. Құран кәрімде Алла айтады ғой. Өздеріне мұқтаж болып тұрса да біреумен бөліседі дейді солар. Міне жаңа Ғумайса деген жесір әйел, қазір ақылмен қарайтын болсақ, негізінде өз жесір, күйеуі қайтыс болып кеткен. Жалғыз баласы бар. Негізінде ол балаға анасы мұқтаж негізінде. Бірақ баласының келешек болашағын ойлап, ол ұстазға берді. Міне қазір бауырлар, біздер осы нәрсемен көбірек өзімізге бір азық алуымыз керек, жүрегімізге иншалла. Қазақ айтады ғой. Бала бұл халықтың баласы бол, болсаң халықтың баласы бол дейді. Әкенің баласы болғанда Абай атамыз әкенің баласы халықтың жауы бол дейді. Әкенің баласы емес, халықтың баласы бол дейді, Абай атамыз айтады. Міне халықтың баласы болу үшін мына жердегі ғұламалар айтып тұрғандай, баламыз не істеуіміз керек екен? Ұстазға беру керек екен. Өйткені қазір қоғамда, қазір естіп жатсыздар, балаларымызды қазір ұстазға беріп тәрбиелемейтін болсақ, қоғам тәрбиелейін деп тұр. Өйткені бір қарындасымыз ба, енді білмейміз ғой, әйел кісі шығып балаларға, мектептегі балаларға бөше қап таратуды айтып жатыр. Сол ұсыныс қылып ұсынды. Тіпті заң қабылданса тіпті тамаша болар еді деп жатыр. Балалардың қалтасына салып беру керек. Енді істе деп айтпаймыз дейді. Бірақ бала ғой ол дейді. Егер сондай істегісі келіп қалса, хотя бы страховка бар ғой дейді қалтасында. Әлі басында істей берсін дейді. Баланың денсаулығы үшін дейді.
Ал мына жақтағы қыз бала ше десе, енді қыз балаға да істе деп айтпаймыз. Ол да енді бала ғой. Сондай орынып қалса, оның аяқта ақшасы жоқ, басқасы жоқ, сонда шоковый состояниеға түсіп қалады да, небір жағдайлар болып жатыр дейді. Соны өкімет соны дұрыс түсініп заң қабылдаса дейді, тегін аборт жасап берсе дейді. Сөйтсе ана баласы да бақытты болады екен, ана қыз да бақытты болады екен. Міне, қазір күнде біз сондайға жеттік, Аллаға шүкір. Міне, қоғамның беріп жатқан тәрбиесін қара. Балаларымызды, бауырлар, Ғұмайса деген сахаба секілді уақытында имамға беріп, ұстазға беріп, адамгершілігін турлап алмасақ қазірден бастап. Ертең балаларымыз келіп алып мүшәқа алып келген кезде не айтасың сен? Әке, мынаны қалай қолданамын? Не бұл? Не деп жауап бересің балаңа? Мектептен сондай акция жүрсе, сөйтіп сөмкесін салып берсе мүшәқа қаптарды. Соны баламыз ертең сізге әкеп айтса, әке, не мынау? Қалай қолданамын мен бұны десе, не деп жауап бересің балаңа? Бәлкім бауырлар қазақ айтады, ауырып ем іздегенше нені ізде дейді? Ауырмайтын жолын ізде. Міне балаларымыз біздің болашағымыз, бұл бала тәрбиесі біз ойлағандай жеңіл емес бауырлар. Абай атамыз айтқандай, балаңа ақ көйлек, көк көйлек кигізгенмен тәрбие берді деген сөз шыққан жоқ дейді. Оны қазір тілмен айтқан кезде планшет, телефон бергенмен балаң тәрбиелеп қалған жоқ ешқашан онымен. Бәлкім баламызды мынау интернет тәрбиелеп жатыр. Өткенде бір жерде болды осы қоғамда. Міне. Өзінің азан айтып қойған есімі Бауыржан деген жігіт. Үйінен шығып кеткен кезде Бауыржан болып шығып кеткен, үйіне Маржан болып келді. Күлесіңдер. Жылайтын жағдай ол. Әкесі баласын аққыз жіберді. Бұндай бала менде жоқ деді. Расул сәлем айтқан, ата-анасын ақ қара батасын алған балалар ешқашан жәннатқа кірмейді деген. Енді баласын сондай ақ болып кетуіне бірінші ата-анасы балаға қиянат қылған болып есептелінеді шариғат бойынша. Яғни баланың Бауыржан деген баласы Маржан болып келуі үйіне. Ең бірінші Құдайдың алдында кім жауап береді оған? Ата-анасы жауап береді. Ол ата-анасы уақытысында жаңағыдай балам қалып қоймасын. Енді баламды мешітке берсе молда бола ма, не болады сонда? Керек емес қазір молда деген. Даже ол түгіл мен намаз оқымаймын ғой әлі. Даже ол түгіл атасы да оқымайды әлі. Деп жүрген адамдар, олар отылып жатыр негізінде. Ал негізгі баласын ойлаған адам не істейді екен бауырлар? Баланы оны ұстазға береді. Мен жаңа бір кісілерге айтып бердім. 2012 жылы біз 5 жігіт Алиасқар бітіріп келдік, осы Алматыға келдік. Сөзі 5 ұстазды қаладағы мешіттерге бізге практикаға бізді бөліп тастады. Мен Таугүл мешітке түстім. Резебек деген ұстаз орталық мешітте болды. Асқар деген досым неде орбитада болды. Тағы біреу Тастақта болды ма, Ақсайда болды ма? 5 жігіт сол 5 мешітте практикада болдық 2012 жылы. Алиасқардан келген жыл. Қазір Рамазанның алдында келдік біздер. Сол Таугүл деген мешітте сол жерде жатам. Астында бөлме бар еді. Күні бойы сол жерде сабақ беремін кісілерге. 5-нен кейін уағыз айтамын. Асырдан кейін күніге сабақ, ақшамға дейін ақида, хадис, фиқ, түрлі сабақтар қойып тастағанбыз. Сол жерде бір Азамат деген жігіт жүрді бізде. Өзі орысшалау жігіт. Сол қаланың баласы көрініп тұр. Бірақ қазақшаның өзін дұрыс түсінбейді, дұрыс сөйлей алмайды. Бірақ жаңа жігіт, атың кім сен? Ержан сияқты осындай жерде отырады менде, әрдайым алдымда. Мен сабақ бастадым дегенше алдымда постоянно Азамат көретін мен. Кейін бір күн сол жерде жүрген найыптардан сұрадым, мына Азамат деген кім дедім ғой? Не болды ұстаз дейді? Өйткені Азаматқа мен таң қалғаным, енді ана қазақшаны дұрыс түсінбеген жігіт, бала жаңағы, әлі мектепте оқып жүрген кезде, 10-да ма 11-де ме оқиды бала. Ана менің айтқан уағызымда дәрістерін бәрін түсінбеген жерін жаза береді екен. Дәл сол қалпында. Артынан келіп менен сұрайды. Ұстаз, мынау дәрет деп айттыңыз жаңа фиқта. Дәрет деген не ол дейді. Мына жерде дәретті бұзатын бірдеңеден айттыңыз, ол не нәрсе ол? Деп сол түсінбеген терминдер жазып қояды екен де, артынан келіп менен сұрайтын. Кейін мен оған отырып 10 минут, 15 минут отырып түсіндіретім. Азамат, дәрет деген мынандай нәрсе. Бұл парыз, оның осындай деген жолдары бар. Солай ма деп. Сонымен сөйле найыптардан сөйледім, Азамат деген кім жалпы мынау? Мына қазақша түсінбесе де, бірақ баланың ықыласын көріп мен өзім таң қалдым дедім да. Сөйтсем сөйледегі найып имамдардың айтқаны, ол жігітте жетім бала екен, анасы жесір екен. Мынау айтқандай. Ғұмайса анамыз секілді баласының жанындағы достарынан қауіптеніп,
баласын жетектеп әкеп сол жердегі имамға тапсырған. Ол кезде өзінің бас имамы Орынбасар деген имам еді. Қазір ол кісі мынау шаңырақта имам қазір Орынбасар аға. Сол Орынбасар қажекеңге тапсырыпты баласын. Аға, имам екенсіз, өтініш, мен балама әкелік тәрбиесін бере алмаймын. Балама мен қадағалап отырайын, мектепте сабақтан шыққаннан кейін тез үйден сөмкесін алып қаламын да, тамағын берейін, сізге жіберейін. Сіз күтіп алыңыз да баламды. Соны тәрбиелеңіздерші баланы. Адам қалай болу керек жалпы? Имамсыз ғой енді деп, анасы солай деп айтқаннан кейін, имамдар, ой, алып келіңіз балаңызды деп, сөйтіп алып қалған бала екен. Содан көп ұзамай мен келген Мысырдан, азамат сол бала екен. Енді баланың ықылас ниетіне мен өзім таң қалдым. Өзі түсінбейді қазақша. Бірақ сабақты жібермейді. Жазады, сұрайды, сұра көп өтелді. Анан келіп бір сұрайды, мынаны келіп сұрайды. Дәптерін қараса, мен ана басында күліп, мен таң қалдым. Азамат, неге мама жаза бергесін? Ұстаз, ренжімеңіз, енді түсінбеген жазып қой. Мен бірден түсіндім. Сонымен сол жерде бір ай жүрдім. Кейін орталыққа мен ауысып кеттім ар жаққа. Жаңа жігіт артынан орталыққа келіп тұратын маған. Ұстаз, қалыңыз қалай? Сабақтан кейде папкасымен келетін. Өзі 11 сыныпта оқып жүрді кейін бір күн келіпті маған. Ұстаз, мектепті бітірдім. Жақсы немен бітіріп шықты бала. Қызылмен бітірді мектепті. Мамасы қуанып, оның мамасы қуанғаны бәріміз қуандық ана жерде. Кейде азамат айтады, ұстаз, мен де сіз секілді ұстаз болуым керек, айтыңызшы, не істеуім керек дейді. Енді біреудің жалғыз баласы, әкесі де жоқ, үйдің үлкені, өзінің қарындасын көп айтатын. Мен айтым, азамат, саған айтарым, егер үйде тағы басқа ағаң ба, әкең ба болғанда, мен айтатым, сен оқуға жіберетінемін сыртқа, шетелге. Бірақ енді сен көрдің бе, анаң қазір саған өте мұқтаж мына жерде. Сенен сабыр ет, біз осында келдік. Кез келген уақытта келе бере алдым ба? Мен саған көмектесем, кез келген мәселеде. Деп солай уағыз айтып, кішкене басып жіберетін баланы. Содан мен 2013-те Жезқазғанға ауысып кеттім. Кейін сол жақта жүрген кезде осы жақта ағаларым, имамдар менімен хабарласты. Азаматтың анасымен сөйлестік, анасының өзі қатты ықылас білдіріп тұр, баламды шетелге жіберемін. Өйткені баламның жатса тұрса ойлайтыны Алиасқар университетте естіп алған бала. Ұстаздан соны көріпті, соны өтініш, мен баламды қалай оқуға жіберсем болады деп. Енді ана өзі жесір әйел адам, өзі ана нелерден жұмыс істеп, поштада жұмыс істейді екен анасы. Соны имамдарды соны дұрыс қабылдап, әйтеуір спонсорды ұйымдастырып, билетін ұйымдастырып қойыпты. Кейін маған шықты. Ұстаз, ана баламызды қалай жіберсек болады Мысырға? Сіз енді сол жағын көмектесіңізші өтініш деп. Кейін Мысырда оқып жүрген шәкірттерге соларға шығып, соның бәрін, жолдарын бәрін үйретіп, қалай жіберу керек екенін. Сол бала қазір биыл Алиасқар университетінің 3-ші курсында оқып жатыр бала. Мен өзім ойлаған жоқпын, азаматты Алиасқарда оқып кетеді ана бала деп. Құдайдың құдіреті, өз орысша бала, қазақшаны дұрыс түсінбейтін бала еді. Қазір қарап отырсам, Субханалла, енді жаңа жігіт керемет білімді қазір. Орысшасы да мықты, енді қазақшасы да мықты, арабшасы да мықты маман. Алла қаласа келесі жыл бітіріп келеді ол бала. Мүмкін Алла қаласа осы жерге шақырып бір қажекмен ақылдасып, осы айтқаныма бір көрсетейін сіздерге сол баланы. Көздеріңізбен көресіздер Алла қаласа. Міне дәл жаңа Ғұмайса деген сахаба секілді анасы да солай жұмыс атқарды. Бауырлар, біз енді жесір әйел емеспіз бауырлар. Алла тағала біз еркек қылып жаратты, біз әкеміз. Негізінде отбасының әке жауап береді. Сол үшін баланың анасына қарағанда әкесі көп уайымдайды баланың тәрбиесін. Енді еркектің де жерде тепкеннен ешқандай пайда жоқ. Бәлкім осы Ғұмайса деген жесір сахабаның жолын ұстануға шақырып жатырмыз ғұламалар. Тіпті сол секілді өзіңіз нете алмасаңыз да маманға бер деп жатыр. Енді сол медреседе оқыған балаларымыздың сол білімі иншалла өмір бойы ол не істейді екен? Мына өмірде де және ақыретте де ол бала сіздің басыңызға күннен де жарық болған тәжі кигізеді иншалла. Ол бала ешқашан әкесіне қарсы сөйлемейді. Әкесіне қарсы келетін, көңіліне келетін бір нәрсе айтпайды, ондай амал жасамайды. Отанын сатпайды мына бала. Ұстаз көрген бала ешқашан арақ ішпейді, наркоман болмайды ол бала. Ешқашан ол бала бір сектант болып кетпейді. Өйткені әке-шешесі оның қолынан жетектеп ұстазбен таныстырып, арада не қарым-қатынас жақсы ғой. Содан кейін бала солай білімге бір махаббат қойып түсіп алғаннан кейін, жаңа Анас Малик секілді бауырлар, сіздің атыңызды қияметке шейін иншалла атыңызды шығаратын перзент осы болады. Міне біздің бүгінгі
сахабамыз есім кім болды? Анас ибн Малик деген сахаба болды, бауырлар. Бұл жүрген бір жетім бала еді. Көп адамдар ескере бермейтін. Анасы да сондай бір жесір әйел еді. Бірақ Пайғамбар алейхиссаламдай ұлағатты ұстазға берудің арқасында сол Ғумайса деген сахаба әйел тарихта қалды. Біздерге де Алла нәсіп етсін иншалла, балаларымызды білімге берейік, балаларымыз да білім алсын иншалла. Қазір күнімізде 9 медресенің 3-еуі колледж деңгейге жетті. 9 сыныптан кейін барады колледжге. Қыздарға да бар, ұлдарға да бар. Әлі балаларымызға мүше қап қалтасын салмай тұрған кезде балаларымызды тәрбие берейік. Орамал мәселесінде көп сұрақтар қойылып жатыр. Қызымыз бой жеткен кезде не істейміз дейді. Жолдар бар ғой. Қызыңызды 9 сынып бітіргеннен кейін аттестатын алыңыз да, осы неде бар? Шамалғанда. Қалай Шамалған ар жағында? Қалай? Фабричныйда қыздар колледжі бар. Әрі мектепті бітіреді сол жерде. Әрі дінді үйреніп шығады қыздарыңыз. Өрде орамал шешілмейді. Өйткені ол муфтияттың тікелей қарамағында тұрған колледж мынау. Дәл осындай колледж Шымкентте бар, Сарыағашта бар. Енді Оралға да Алла қаласа Хазірет соны ашамыз деп нетіп жатыр иншалла. Қыздардың колледжін. Ұл балалардікі да бар, қыз балалардікі да бар. Сол үшін бауырлар, балалардың тәрбиесі ол өте маңызды мәселе қоғамда. Сол балаларымызға тәрбие беруді Алла Тағала бәрімізге нәсіп етсін иншалла. Білім жолына түсуді нәсіп етсін. Сол сахабалардың жолын қайталап жаңғыратын кез келді бауырлар. Бұл бәрі тек қана тарихта, кітапта қалмау керек деп ғұламалар соны ескертіп жатыр біздерге. Бәлкім кез келген сахабалардың өмірі біздер үшін ғибрат. Міне қияметке шейінгі тарихта қалған сахаба Анас ибн Малик болды. Сол 103 жыл өмір сүрді ол кісі. 103 жыл өмірді ұзақ болды. Мал дүниесінде ешкімнен қалып қоймады. Және сонымен қоса бірнеше әйелдің де басын қосты. Несін көбейтті, ұрпағын көбейтті. Саны қанша болыпты жалпы бәрі? 300 адам. Бауырлар, бүгінгі дәріс сол болды, соған жұмыс істейік бәріміз. Санында көбейтейік балаларымыздың. Және сапалы көбейту керек. Әйтеуір топырлатып тудыра беру емес балаларды. Әйтеуір жеткізсем болды соған. Не деген 300 адам анау. Бүгіннен бастап план қойып алайын өзіме. Иншалла балаларымды 300 қыламын деп. Жоқ, мақсат емес ол. Мақсат сапалы балалар тәрбие беру. Әрине, Алла берсе, бере берсін иншалла. Болады Құдай қаласа. Енді қазір біздің ақылымызбен қараса, Анас ибн Малик 300 ұрпағын қалай тәрбиеледі? Қалай ризық тауып берді десек, ризық кімден ол? Алладан. Алланың ризық беруші деген есімі бар. Ризық Алладан. Бауырлар, міне айтарымыз, иншалла осы тәуелсіздігімізді Алла тоғырын бере кетсін. Тәуелсіздікті пайдаланып біздерге не істеу керек? Санымызды көбейту керек екен. Қалай көбейтеміз оны? Қалай көбейтеміз? Ау. Үндемейсіздер ғой. 4-еу аламыз деп отыр. Айтады да қояды, айтады да қояды. Толық жоқ. Мен өткенде бір жерде айтқаным. Мысалға, биыл көктемдегі жаңағы тай, келесі жыл көктемде не болады ол? Ол дөнен болады. Ол дөнен одан кейінгі көктемде не болады ол? Бесте емес, дөненнен кейін тағы бір не бар ғой? Құнан болады. Құнаннан кейін ат болады. Жарайды, құнаннан кейін дөнен болады. Одан кейін 5 ат болады, солай ғой? Одан кейін айғыр болады екен ол. Мен айтам, бізде әлі постоянно сол бір терминде тұрмыз ғой енді әлі. Былтырда сол дөнен еді арамызда жігіттер. Биылда дөнен, толық жоқ. Алдыңызда дөнен болып жүрген, оның алдыңызда дөнен болып жүрген. Бізде сол бір дөненге түсіп алады, болды деймін. Адам жылқылардың өзі өзгеріп жатыр ғой деймін, дөнен болып жатыр. Одан құнан болып жатыр, одан айғыр болып жатыр, ат 5 кетіп жатыр ғой деймін, мына жаққа қарай. Десем күледі де қояды. Ау? Сол үшін құрметті бауырлар, айтарымыз бәрі жолымен болсын, жөнмен болсын. Әрине, өткен бір дәрісімізде айтқанбыз, әр әзілде бір шындық бар. Дұрыс, ол жағында ойлауымыз керек. Санымыз көп болды, Алла нәсіп етсін, бірақ сапасымен болды нәсіп етсін иншалла. Субханака астағфиру ва атубу илейк. Алла Тағала естіген білгенімізге амалатымыз нәсіп етсін. Алла Тағала біздерді және біздердің ұрпақтарымыз өзінің сиратул мустақим тура жолында жүретін сүйікті құлдарына бол нәсіп етсін.
Алла тағала елімізді, жерімізді, қыздарымызды, ұрпақтарымызды Алла тағала шайтанның уасуасасынан, азғындықтан Алла тағала өзі қорғағайсын. Алла тағала осы қасиетті мәуліт айындағы айтқан салауаттарымыз, дұға тілектеріміз баршасы қабыл болып, келесі жылы қасиетті мәуліт айына ел болып, халық болып, жамағатымызбен, ұстаздарымызбен, әйел бала шағаларымызбен барымыз аманшылықпен қауышу жетуді өзі нәсіп еткейсін. Уассаллаху тағала хайру халқи Мұхаммад Мұстафа бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.